Fatatita patatita fatatita fatati. Fatatita patatita. Ойбай, мына қыз түнделет не істеп тұр? Қандас? Шай ішіп жүрсіз ба түнделет? Апарып тастайын ба? Мені ауылға жеткізіп саласыз ба? Отыр, айналайын. Отыр. Күйеумен ұрсып қалған ба? Қай үйде отырасыз? Үйіңізге апарып тастайын. Түнделет жайша. Түнделет, мына жолда машина өте аз жүреді. Сіз қайда жолыңыз болды мен кездестіріп. Бірақ түріңіз біздің ауылдың адамына ұқсамайды екен. Құдаша болдыңыз ба біздің ауылға? Қарындас. Әкеңіздің аты кім? Біз енді үлкендерді танимыз ғой. Құлақ естиме мұнан. Bir sırağımızға жауап бермеді. Қарындас. Astagfirullah. Astagfirullah, ya Allah. Allah кешіре гөр, ойбай, жым болды мына. Ой, ана жексен енді жынды ұйықтап қалмаса ол. Өмір машина айдасы ұйықтайды да жүр. Сонда да? Апамдар кетіп қалды ма не? Иә, кетіп қалды. Ой, күте тұр демем олар кроссовканы киіп шығам деп. Залышқа ұқсап. Нең бар енді? Сен не істесін тойда айтшы. Не бір тілек айтамайсың, не бір ән айтамайсың, не бір билеп жарытпайсың, не бір бата беріп ас қайырмайсың. Апам мені басты қып сайлап кетті дейгі, я кәтілік? Одан да мені айтқанды істеп жүре берсейді. Үш рет істейм айтқанды. Куда ты денешься? Не болды түшін? Келді ғой дейсен де болды. Сол кеш кетілік. Сол кеш бош. Не болды, тыныштық па? Не болды? Полян соғарам деп өзің су ішпегесің бе? Не болды, бозарып кетіпсің ғой, түріңнен түр қамапсың. Страшно болды. Не болды? Айтсам сенбейсіңдер ғой. Біреуді қақ кеткеннен соғсын ба? Айтсам сенбейсіңдер. Страшно болды. Жүнді ма айтса енді, не ол? Десен. Мен тазигімін? Мақсат, сен ба келген? Мақсат! Қайсың олай? Ойнап тұрсыңдар ма менмен? Адам өз настроениемен кір жуып жүргенде. Мама! Мақсат! Мақсат!
Gülsüm! Gülsüm! Ойбай, мына тас шаңқай түсте құлттабаған не есікте? Гүлсім! Жынды ма мыналар? Не істейді ай? Іліп алып. Мақсат! Үйінде ме екен, үйінде емес па бұлар? Gülsüm! Gülsüm! Немне бәлек Қытайдың қорғаны ұқсап бәріне қорқа бағасына құлтып не болды? Күлпәшенше, үйде елес жүрген сияқты. Не жүр дейді? Елес! Күйдіргай. Тағы бір каталог шықты. Қойшы қайдағы елес? Қуама осы бірдеңе. Не елес ол шаңқай түсте жүрген? Адасып. Шын айтам, бірдеген тықырлап-сықырлап отыр. Үйіңде ма? Иә. Қашаннан бері басталды? Біраз болды ма? Қайдағы елес, өзің қорыққанға қос көрінеді деп бірдеңені ойлап аласыңдар да ма? Ыдысыңды ал. Саған өзі мантабарқа керек емес ау деймін. Әкеп бермесем сұрамайсың ғой. Тексеріп ал, листілерін бәрі түгел. Ой, оны қоя тұрыңызшы. Ертең бәле болып жүресің, сен білем ғана. Ойбай тесігін үлкейтіп жіберіпсің дер деп. Қойыңызшы. Не болды? Жаңа мен кір жайып жатқам. Сөйтіп, кір жайып жатқан кезінде бірдеңе тықыр етті. Барып көрейін деп көрсем, ештеңе жоқ. Қайтып келсем, жайған кірлерім қан қызыл болып кеткен. Қума, шынман айтпатсың ба? Бірдеңе бар сияқты еді. Басыңнан күн өтіп, бірдеңе болған жоқ па саған? Нормально медің өзің дұрыс ауырып жүрген жоқсың. Нормально, барып көрекші неше жүрсің. Көрекші. Мынауың бірақ фантастика болып отыр ғой сенің. Сен анерге барып келгенше қан қайдан пайда болды? Білмеймін ғой. Ей, елес! Күйдіргі. Қан қай жерінен қан көріп тұрсың ан? Бір жерінен дақ көріп тұрсың ба? Күлпәшенше, шын айтам, мен жаңа ғана қан болған бұның барлығы. Қалай жоқ болып кеткен? Көзім, мен қан болса қайда кетіп қалады қан? Ұшып кете ма? Или жаңа елесің, ойбай Күлпәш келатыр деп қайттан жуып қойды дейсің ба? Ой, күйдіргі, ай. Қайдағы жоқ бір елес деп. Шынымен болған еді жаңа ғана. Анам бәрі қантығы, мынауда. Енді осыны естіп жатсың. Болды міне. Шамшықтың дауысы, қораздың дауысы, талдың жапырағы сықырлап атқан. Бұл басқа не, ешқандай елес жоқ. Неменеге қорқа бересіңдер? Төй! Бір ана ужас киноның бәрін көріп аласыңдар да түнімен баса алмай телефоннан. Сосын анау миларыңа кіріп қалады, сосын жүресіңдер күні бойы мандраж болып, жынды адам ұқсап. Елес, ойбай деп. Тура каталогтың ауруы ғой сенікі де. Жаңа сыбырлады ғой бірақ. Енді жапырақ болған соң сыбдырлайды ғой енді. Жазушылар да айтып жатыр ғой, сыбдырлаған жапырақ деп. Сыбдырлайды ғой, сол үшін тұр ғой ол. Сыбдырлау үшін. Енді сен қорқады деп сыбдырламай тұра ма енді? Олар сөйлей алмайтын шығар. Күлсім дегендей болды маған. Көй, күйдіргі. Әбәлені бір ойлап аласыңдар да, сол миыңа кіріп кеткен ғой. Сен шаршағансың ғой. Жатып демалып алсайсың. Иә. Мүмкін елес деген шығар маған. Елес қой, әшейін елес қой ол. Соңғы кезде дұрыс ұйқың қанбай жүреді ше? Вот, ұйқың қанбаса содан болады ол. Яғы ұйқыларың қанбайды осы сендердің. Баяғыдай ойбай сиыр сауып, шылқылдатып сиыр сауып атқан жоқсыңдар. Алдарыңда отар қой жүрген жоқ. Жатып ұйықтап алмайсыңдар ма? Тіпті әжетханаларыңа да сыртқа шықпайсыңдар қазір үйдің ішінде. Осы уақыт таппайсыңдар. Елеңдемеш ол әшейін талдың сықыры. Күйдіргі десеш. Қаяқ кеттім мен үйге. Болдың ба? Нормальный болдың ба? Жатып демалып ал енді. Иә, ұйықтаймын қазір. Менде жұмысым қырғын өзім. Сенімен бүйтіп елес қуып жүретін уақытым жоқ мен. Әлі кір жуым керек, тамақ істеуім керек. Елесіңді маған жіберсе көмектессін. Кірді жақсы жуады екен ғой ақыры. Болды. Күйдіргі мандраждар айт. Бірдеңені көріп алады да өздерімен өздері. Маған демал керек шынымен ше. Миым ашып қалған мен точно. Ұйықтамасам болмайды, Күлпәшенше дұрыс айтады ше. Өз үйімді неғып қорқам, иә?
Ой. Алло, Мақсат қайдасың? Мақсат жұмысыңнан сұранып қайтшы ертерек. Қумаш қандай сұранып қайту? Мақсат, мен үйден елес көрдім, қорықтым, тез қайтшы өтініш. Мен жұмыстан ғой шыға алмаймын ғой. Көтерсеңдеші. Көтер. Болды қоябыңдар енді. Мақсатқа мен сөйлесіп кеттім, мен ғой айтып саған. Не дей берсің, қандай елес, не қуып атсың? Мақсат. Ау. Үйге келерде молда ала келші, жаман қорықтым. Молда? Иә. Уасыма, молда не елес? Мақсат. Гүлсім, білетін дұғаңды оқы да, сүрегің болды. Іштен қымайды. Сөйтіп артыңа қара. Жан-жаңа қара. Мақсат? Ау? Сен жұмыста емессің ба? Жұмыста кеп қойдым ғой. Бүгін жұмыс жоқ ей. Бүгін демалыс екен ғой. Енді? Не ағып жүрсің? Не ағып жүрсің? Үйде жүрмін ғой. Бағанадан бері үйде сен жүрсің ба не? Жүргенде былай ғой қарашы. Гүлсім, сен көңілін көтерейін деген ғой. Саған пранк жасағым пранк. Кәдімгідей ырза болдым мен саған бірақ ше. Қоян жүрек екенсің ғой таза. Ана жерде зыр жүгірген көріп, мен саған таң қалып, біздің Гүлсім не деген бұл? Танымай қалып мен сен кәдімгі. Тоқта сен. Сонда жаңа қорқытқан сен ба мені? Енді кім енді? Елестейсің мен сол? О, айуан, мен ашық. Гүлсім, Гүлсім. Ой-бой. Екеуің не істеп отырсыңдар тек? Индейістер ұқсап. Бізде отырайық шу? Қойшы осылардан сұрайсың ба, отыра берсей? Отырсай. Отынды ысырап қып, немене жағып атсыңдар? Отын сұрап емесе, бұл анам баудағы мұсырларын бәрін жиып әкелді қой жерге. Қайта рахмет айтыңдар. Әңгіме айтып отырсыңдар ағайынды екеуің, от жағып қойып. Жаңа не болды? Сен жолда айтпадың ғой, айтып берші. Айтпақшы, не болды шыннан айтшы. Керек жоқ, қорқасыңдар. Ұйықтаймай қалып жүр. Ой, құдай-ай, қорықпаймыз тек, не қорқатындай соншама, немен. Айта берейін ба? Айтсай. Болды. Өздерің сұрадыңдар. Бағана келе жатқан кезде арадағы сай бар ғой. Ауға кіре берістегі ма? Ұйықтар. Зираттың қасында. Иә. Сөйтіп келе жатсам, бір қыз таксист тұр. Енді ойымда ештеңе жоқ. Отырғызып алдым, кетіп барады. Сосын барып ойланып, шашын жайып алған. Үстінде аппақ көйлек. Таныдың ба өзі? Жоқ, таныған жоқпын. Анау біздің ауылдікі емес анау. Ойбай, ол түн ішінде бөтен қыз не алып жүріпсің? Мен қайда білейін? Ойымда ештеңе жоқ, отырғызып алдым. Сөйлесем, сөйлемейді. Енді қай ауылдікісін екі кештің ортасында не алып жүрсің деп сұрап алдым ғой. Үндемейді. Бір кезде айнадан қарасам, ешкім көрмейді. Артыма қараймын. Жоқ анау. Кім жоқ? Жаңағы қыз. Қумаш дейік қайда? Жоқ, шынымен. Қайда кетіп қалады? Білмеймін. Сосын? Ондай болмайды өтірік. Сен ана сайда мінгіздім дедің, Ондай болмайды. Зираттың қасында. Ол жер рас. Ол жерде қырғын авария болады деген. Сол авария болған өлген адамдардың әруағы жүреді дейді. Шынымен айтып жатсыңдар ма? Иә. Құрсын, ана сайдан енді вообще өтпеймін мен. Тем более түнде. Қойшы, сен бұдан кейін поляға бармай-ақ қойшы. Жынды ма? Ойбай, шынымен бар. Осыдан 5-6 жыл бұрын менде де бір осындай жағдай болды шы. Осыдан естеріңде ма? Ауылда су өшіп қала беретін еді ғой. 5-6 жыл бұрын. Сол күні түнде су алып қойды, ұмытып кеткем. Азанда шай қоятын су жоқ, апамма. Мә, суды азанмен қайдан табамыз дедім да. Пысықсынып өзімше түнде әкеп қойын деп ойлағам ғой. Сөйтіп ана ауылдың басына, құдықтың басына барып келе қойын деген. Түнде әйел адам суға барып болмайды. Енді сендердің ешқайсысын таппадым ғой. Білмеймін де қайда екендерің есімде жоқ әйтеуір. Өзім бір батырсынып әйтеуір қойшы деп шелекті алып барып келе салайын деп барғам. Ойбай, Аллай.
ба мысық па? Құрсын ғын аман есен жетіп алсам, енді өзім жалғыз шықпасын. Оғымда. Кімсіз? Жексен? Ай, жанда? Не аптырсың бұл жақта бір өзің сос дейіп? Сені күтіп тұрмын. Қайда жүрсің? Жігітпен жолығып келатыр. Күйдірік. Күттірсің ғой судан келатқанын. Үйден таппай көшеге шығып іздеп шықтым. Жүр. Мен саған бірдеңе көрсетемін. Қайда? Жүре бер. Не көрсетемін дейсің? Жүр, тез жүр. Ой, Айша, сен қызықтарың әбден тойған мен. Не сюрприз ол? Ой, Жексен не көрсетпексің? Тегі ұзақ кеттік қой. Күлпәш. Кешігеміз. Свиданияға шақырып атсың бәрін. Молан ішіне кірмейтін шығармыз енді, Жексен? Шыда. О, Жеже? Қандайсыз? Жақсы, Мақсат, қалайсың өзің? Жақсы шүкір. Ай, не істеп жүрсің түн ішінде? Мол аралап. Полядан келатқан ғой. Мені қойбекші, өзіңізді істемеш. Түн жарымда. Түн жарымда жүрсем, мен күйеуіммен жүрмін ғой, не жұмысың бар? Күйеуіммен? Жексен! Ай, Жексен қаны? Жеже, тыныштық па, нормально ма бәрі негізі? Нормально, не болып қалды? Мына жерде сізден басқа ешкім көріп тұрған жоқпын ше? Ана Жексенді... Ай. Жеже, тыныштық па әйтеуір? Жексенді қатын көріп тұрсыз. Қуасың ба жаңа сен келетқа алдыңнан өтті ғой, қарама қарсы. Қумаңыз, бағана бір өзіңіз сөйлеттіңіз, өзіңіз. Мақсат, есің дұрыс па, Жексенмен сөйлестің, Жексен көрген жоқсың ба сен? Жоқ, көрген жоқ, тек сізді көрдім, Жеже. Шелек запап берем бе жоқ, қайдасы ба жүріңіз? Мақсат, о сен ба тошын, а? Мен. Жеже, нормально негізі. Стафыралла. Мама! Жеже? Жеже! Шелек қалды ғой, Жеже! Не болды? Бай, адам зәресін алдың ғой, ә? Мына шоқ қаяқтан жүрмек та. Сен бәрі отыр. Ой, ашып кетті ғой. Ұшады ғана. Пат деп. Қойбеш, сосын не қылдың енді, оралдың ба сосын? Күйтір күтсіз. Жоқ, қалып кеттім со жақта. Ай, оралған соң отқан шығарым қасыңда. Жындым ау. Содан үйге сразу келесем, Жексенге қарадым ғой. Сөйтсем, Жексен чатыр орында. Мына оқиғадан кейін бар ғой, бір 3 ай ма, 4 ай ма, өзім бір түрлі болып қорқып жүрдім ше, жан жақтың бәрінен ше. Ана Жексенді көрсем, бір ұрыс көргендей қорқа берем ше. Қайда сен оралыпсың? Анау жоғар жақта тұратын Төребек ата бар ғой? Сол жерден бір-екі рет өтіп, ақырында не болды? Жынды болып кетті. Ой, сол жерден болды ма не? Естігем. Бұл әңгіме біраз тарады ғой. Ол түгіл бар ғой. Кім ол жерден бар ғой, сана серіктің өзі өтуге қорқады. Қош? Ойба, өзіміздің ауылда осындай жерлер бар десе, я, ужас масқара. Тағы кімде қандай история бар, айтыңдар? Мен айтайын ба? Қош есен, күлетін сияқтымыз ғой, сен историяң. Күлмейсің, қорқынышты. Нәкөне жоқ па? Мен айтам дедім, о düşен. Айта бер, қош, тыңдайсың, айта бер, мен тыңдаймын. Осыдан бар, мен 1 жыл бұрын ба, сондай ғой. Магазинге продукт алуға барғам ғой. Сәлем бердік, ата. Көп жаза каталог. Ата, сіз мен атымды қайдан білесіз, танисыз ба не мені? Сенің атың пешеніңде жазылып тұр ғой. Мен маңдайымдағы оқисыз ба не сіз? Тағы не көріп тұрсыз, ата? Дүйсен деген күйеуің бар, Нәкөнай деген қайның бар, Күлпәш деген абысының бар. Дүйсен екеуіңнің отбасы құрғандарыңа 18 жыл өтті. Біраз қиыншылық көріпсіңдер. Сіз шынымен көреді екенсіз ғой. Болашақты көресіз ба? Айтып беріңізші. Болашақты көріп тұрмын, бірақ айта алмайын. Айтыңызшы.
Кішкентай айтыңызшы, кішкентай жерін. Бүгін сенен сәттілік теріс айланып тұр. Аяғың сынады. Ата? Ата, қай аяғым сынады сонда? Аяқ па, сол аяқ па. Күлпаш, мен алып келдім. Өзім шығара берем. Күлпаш. Қайда кетіп қалған о? Я, Күлпаш. Бісміллә. Аяғым точно бірдеңе болайын деп тұр ғой бүгін, е. Күлпаш. Сырышын шақырып қоя берейікші. Точно бірдеңе болатын сияқты аяғыма ше. Болды. Көбек құмырсқа ма бір бәле шыға болмасын тағы. Сақтап отқан басқа ештеңе жоқ қана жерде. Ойбай! Ай, аяғым! Ей! Ауыттың о! Қателік? Қызықсың ба? Немеге көрпеңе сатыға бақасына екі аяғымды? Қорғап отырмын. Нені қорғап отырсың? Аяғымды? Ойбай! Немене? Біреу аяғымды ұрлап кетейін деп атама сені? Қызық па дейін? Жаңа бармайсың, магазин жақтан ше бір аттаны көрдім да, сол айтты ғой. Сен бүгін сақ бол, аяғың сынып қалады деп қояды. Соны сынып қалса ше ал. Кімсің? Айтты ғой, айтты. Аңғалай. Ей, олдар алаяқ. Сенбе ондай адамдарға. Алаяқ емес та. Үйде қанша адам тұратынымызды аты жөнімізге дейін бәрін айтып берді ғой. Дүшен екеуміздің ше неше жыл отандасқанымызға дейін дәл тауып айтып берді ғой. Қой, сен жүре берсен. Ей, ол ауылдың бүкіл ауыл сені таниды. Сұрап алғанша қайдан білесің сен? Сенбе ондай белгілерге. Кім қойды? Дүйсен мен әкөн айтты. Білмеймін, Саматтың үйіне кетті ғой. Неге өсіп Ой, ана Маша қайтан от алмай қалды ғой. Соны итерші берді, анын таппай жатырмын. Жүрші, итерші берші жүр. Асықсы болып тұрмын мен. Немене мен? Аяғым ауырып отыр ғой менің. Неменеге ауырып отыр? Сынған жоқ қой аяғың. Сыну керек болса обязательно. Сынбайды ол. Қазір денің арасы кім табам мен? Жүр, итерші бер бұл. Жүр, сынса өзім жауап берем. Жүр. Осы ғой. Жүр, сандыққа сап қойғасын ба аяғыңды? Итерші бер. Сынса өзің жауап бересің мен. Жауап бермеймін мен. Мына әңгімең қорқынышты емес қой. Аяғы сынған деген сендерге қорқынышты емес бе не? Саған ше түсемін, біреу аяғың сынады десе, қорқпайсың ба не? Сен әңгімені ұзартпай, бірден сорадан бастай бермейсің ба? Аяғың сынайтын жерден ақ. Роддом жақтан екен. Енді бөле бермесін де ше айтып отырмын ғой. Сен айтқан кезде бөлген жоқпын да ғой. Бөле бермесеңдерші айтып бітсін да қазір. Айта бер. Сөйтіп, сен екеуміз далаға шықтық. Итер, молодец. Сәл қатты итер тағы да. Жануар адам құсап итерсің, каталог. Итеріп келе жатырмыз ғой, немене өзінше отырып алды машинада. Сәл қатты итерсің, мынаған машина от алмайды ғой. От алмаса мен кінәлім бұзылып қалғанына өзінше ғой жүді. Аяғым! Не қылды? Басып кеттің ба? Жоқ. Аяғым сынып қала жаздады ғой. Басқан жоқтым ба мен? Обязательно басу керек па? Обязательно сынып қалу керек па? Шындысымен неме қой бермейсің баспасам? Мәшінен айда бол өзім. Айдамайым да мен, итермеймін да. Осыдан kesin апама айтып берем. Өзінше ғой, бақ дүшен жұмсамаған мені. Айтып берем апама. Осы католик бір түрлі ше негіз. Шынды ма осы? Аяғым басып өте. Аяғым басып жаным қамады осы. Неме католик көресің? Bir maçı itiramazsın. Күйдіргай. Сенің әңгімеңде мына түн қорқынышты болып тұр ғой. Бұның әңгімесінен ана не қорқыныштығы шығады. Содан қорқасың десе. Қорқпасыңдар, қорқпай қойыңдар. Енді католик сен шынында да мына әңгімеңді қанша рет айтқансың, ауылдың біразы біледі ғой бұны. Жақында неге кітапқа енгіземіз деп отыр ғой. Қызыл кітапқа ма? Болыпты, айтпаймын бұдан көресіңдер ғой. Ең қорқынышты әңгіме деп. Біз мына жерге не үшін жиналдық?
Бағана не деп өтелестік? Қорқынышты әңгіме айтайық дедік қой. Давай енді қорқынышты әңгімені айтайық. Мұнда комедия. Мен сен айтшы ал. Мұнда күлдіру керек емес. Нәкөнай, өзің қорқынышты әңгімеден жүрсе, ойбай, бір түрі қорқынышты болып бара тұр ғой. Қазір мен бастаймын. Жүректерің шыдай ма оған? Ойбой, тегі. Не айтып берейін деп атсың сен соншама бізге? Шын әңгіме айтып, өтірік әңгіме айтып. Күн айтып берме бізге қазір. Есіме түссе әлі қорқам. Не болып еді? Айтса енді интрига қылмай. Бастасай. Тоқтасаңдар шек. Қорқынышты әп келейік та. Бірінші трансқа кіріп алады екен ғой. Қойыңдаршы, айтайыншы мен де қорқынышты. Өзі қорқып отырмын, айтшы. Айт. Қателік, рахмет саған. Мұны екеуі ғой қорқпай атырған. Жөндеп айтам енді. Осы одан сайын қорқып отырмын, айтсай. Бір күні біздің қол бар ғой. Сөрді ұйықтап жатқан. Афау! Күлпәш? Бұндай уақытта бәрі тұрып қалатын еді ғой? Дүйсен? Мұнан бәрі мені тастап бір жаққа кетіп қалған ба? Күлпәш? Lan beri ayak giyimleri turgut jalan ayak ketken bu. Kulpeş. Katırlık. Afau. Ütüp oynamаңдар ya. Diysen. Jackson! Abu! Lan beri kırılıp kalın mı kaydı? Kulpeş! Katılık! Afau! Kulpeş! Мұнан бәрі қайда кеткен ей? Мына жақта адамдар бар екен ғой. Күлпәш! Дүйсен, сендер ме? Ойбай! 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 Astagfirullah. Men ba? Sosun ne oldu? Sosun oyanıp kettim. Түсің ба сонда? Ya түсім ғой. Ой, күйдіргай. Ми жоқ. Түсіңді айтып отырсың ба манадан бері сонда сен? Зато қатты қорықтым ғой. Я, қорқынышты ғой. Қорыққаным соншалық, содан кейін апам қасында, бір апта апамның қасында жатып жүрдім. Ой, құдай, енді шынымен болған оқиға айтпайсың ма? Түсіңді айтып бер деген жоқ. Ғой, я. Какой-то сказканы айтып бер. Енді қорқынышты ғой. Қорқынышты? Мен бағана басталып жатқанда қорқып қойғам. Рахмет. Не ол? Не ол, я? А? Не ол? Тұрсын, каталог. Яламыза жүрсек кетіп төсек салып. Жатамыза болды, уақыт болды ғой. Әкүнай. Сотқа өшіресек. Мама, не ол анау?
Ей, әлі ұйықтамағансың ба? Сен де естіп жатсың ба? Естің ба? Еді не? Сен айтқан елес қыз емес па бұны? Аманай. Бір көріп кеш. Қой, өзің көр. Мен қорқам. Сен кішкентайсың ғой, барып кесе, көріп кесе. Сен менен бірінші туылдың ғой, сен барып көріп қайт. Қорқам мен. Осы жерде жатып күте тұрамын. Бірге барып көріп келейік жүр. Қойшы, мен қорқам. Бірге барамыз. Осы жол сен барып көріп келе салшы мен үшін. Жүрші. Едің даусың ба? Жүрсек көрейді. Бар. Не ол? Білмеймін, бір бөлек өт. Қазір. Қолын қатшы өзім жағам. Қолын аяқта тұр ғой. Дейсің ғой? Сендер ме не? Я үшіндер düşün. Сендер не үшіндер? Ойбай, мынау ғой. Бірдеңе сықырлап жатыр дегенге холодильник күнге бұзылып қалған, сол ма деп тұрық. Ол іштің емес, мен бағаны жоқтың даусын естідім. Құмаш қандай тұяқ. Қайдағы жоқты айта бермеші. Адам өзі қорқып өлейін деп тұрғанда. Не істейміз одан да? Сендер не істейтіндерін білмеймін, болды ұйықтай алмаймын мен. Болды азанға дейін ұйқы жоқ маған. Сен қайта түсті ұйықтап алдың ғой. Біз ғой. Ол жақ аяқтауында düşen ha. Үйді оқтап алайық та. Молда қазір түн жарымда келеді көтеріліп қорқып жатырды. Болмаса соңғы үйіне барып жатсай? Үйге адам. Не бол? Ойбай, азанға дейін аман қалсақ болар еді, құрысын. Бұдан не қорқынышты нәрсе айтпайықшы. Ән. Перде қимылдап жатыр. Қойшы, қайсы перде? Ән. Апам бөлмесін қарсы? Күйтергі перде емес, ол ана талдың жапырағы көлеңкесі түсіп жатыр қайшы. Бәкөне бір кіріп шықшы. Үйге еркексің ғой енді. Қой, еркектерде жан жоқ деп кім айтты? Керек болса өзің көр. Қуасың ба енді, қарса екеуміз-ақ отырмыз. Заң бойынша сен қорғаушысың ғой, барып сен кіруің керек қой. Баршы бар. Соншама су жүрексің ба не? Су жүрек емес. Просто ұйқым қанбаған мен. Кіші, әрбірін табыстың, бар кіріп шық. Ештеңе болмаса артынан мен де кірем ғой. Бар. Бармай. Өлдің ба соншама? Адамды өлтіресің ба, жынды қызына? Мынаны өлтіретін болдың ғой, байқысты. Жай қызық болсын дегем ғой. Күйтергі қызығың бар болсын. Ойла, Накөнай, мынауың ят болды, жаман су жүрек екенсің ғой сен. Сен есің дұрыс па? Адам өз қорқып өлейін деп отырса. Сонша қорыққан несі? Не болған түрлеріңізге? Ұйықтамағансыздар ма? Шаршап тұрсыздар ғой? Я ұйықтамадық түнімен. Кешек сенің айтқан елесің бар ма, сенің үйіңдегі? Біздің үйге келді ау деймін, түнімен ұйықтатпады ғой бізді. Мә, қорқып, жаман қорқытты кәйшін бар, күлсін бар ғой. Қойыңыз ол мақсат болып шықты ғой. Жанын шығарғасың ғой. Қой, сен қорқып жүрген мақсат па? Я, жанын шығарым өзім одан кейін. Адуши қорқытып алғасың ғой. Точно мақсат па? Точно. Сен түрін таныдың ба мақсат екен? Я, мақсат та өзі. Бытшытын шығардың ғой. Күйтерек қойтайшы. Бізді қорқып жүрген сол мақсат емес па? Қорқытсам өзін әйелін қорқытқан шығар, бізде несі бар біздің үйде? Жоқ, ол кешегі қорқытқаннан кейін үйден шыға алмай қалды түнімен. Түнде үйде болды ма ол? Иә. Онда ол емес ол. Не ол? Мен адреспен сұрап келемін, жеше. Адреспен бар ғой, бір алып шықшы адреспен қорадам. Қой, өзің бір. Ай, күйтерек айтыр. Бізде түнімен тек адреспен тұтатып атық.
түтеніп түтін болып отырып қой. Құрсын. Тоқтаңдар, мен де барам. Алас, бәле жала осымен. Ойбай, аруақтар риза шығар енді құсуын. Налатты аластап жіберейінші осы. Ақша жоқ, тиын жоқ. Қой берме, қарызға жаза берем, қарызға. Тиын жоқ. Қарызға жазып қоя берем мен дейсен. Керек емес. Иссі де әдем болып қалды. Күшті болды. Састып дейсі шында. Үйде адырыспандадық қой. Бәрін қалдырмай. Қазір бақшаны да адырыспандаймыз. Оны маған айтпадыңдар ма? Ешек арбамен бір ешек арба не түсіп беретінім ғой. Адыраспан. Өртеп жүрсең болды, полный. Сен көп сөйлеме, қазір Құран оқып жібер. Bir тазалатып Құран оқып жіберейік. Бәле жаланың бәрі осымен кетсін деп оқыш. Білмеймін ғой, мен жаттамағым ма? Осы оққа шейін әлі бір сүре жаттамадың ба не сонда? Енді жаттаған жоқпыз ғой. Уақыт болмады, ары бер. Bir әріптеп жаттасаң да Құранды бітіретін уақытың келді ғой. Құдай қаласа жаттаймыз. Кетіргі. Ей. Ойбай, не болды, Наконай? Жынды ма мынау? Адам шоштың ғой. Не болды? Адам шаннан. Түнеме шошты ғой, сонысы кетпей жатыр ғой әлі. Ұйықтайшы, Наконай, кәдімгі жатып ұйықтай берші, өзім оятып алам. Сөйтейінші кәдір. Ya ұйықтаған емес, жуым шайында давай Құран оқыңдар. Құран білмеймін мен. Жаттай алмай, памятім жоқ. Қиын ғой. Не оқисың енді? Библия оқисың ба енді? Жынды ма осылар? Комикс оқиды ғой. Ана адыраспандарын теуіп жүрді деймін. Ой, қош келдіңіздер. Қалай жақсы барып қайттыңыздар ма? Жақсы. Ай, аздап жол шаршатқан болмаса бәрі жақсы. Ай, өздерің қалайсыңдар? Ой, апа, жақсы бізде. Біз сіздер кетіп, имам бітіп, бәріміз тәртіпті болып қалдық. Ойбай, ай. Не болып қалды тағы да? Бекерден бекер имам бітпейді ғой, бірдеңе білдірген ғылар, апа. Ой, ештеңе білдірген жоқпыз. Қазір айтып берем, апа, шай ішіп отқан кезде қызық болды. Иманды бола қалуым. Сонымен сол, апа. Барлығымыз түнімен бүрсеңдеп шықтық. Қазір айтып отқанбыз, кеше түнімен жаман қорқыттық қой. Өздері ғой, өздері. Бұлардың әдеті біз кетсек болды, құтырайып шыға келеді. Нелерің бар айтып? Соны айтып. Осы не әдеті? Біз кетсек осы құтыратын сендердің. Қызық болсын деді. Жексен көре алмай отыршы. Ой, көре алмай. Көре алатын нәрсе ма? Кеше қызықтан қап кеттім деп өліп отырсың ба шын? Қайда қызық? Адам өзі өліп қала жаздады. Бір Құдай сақтады, апа. Ей, қарақтарым-ай. Қазақ мына сөздің кесі бар деп бекер айтпайды ғой. Иә? Ауыздан шыққан әр сөзге ие болу керек. Өздеріңнен де бар. Бақша ішінде отырып, жын-жыбыр туралы әңгіме айту не әдет ол? Енді түсіндік қой, апа. Болды, енді бақшаның ішінде отырып айтпаймыз. Айтпам. Үйге кіріп айтамыз. Бұл ойнайтын зат емес. Ол аңыз әңгімелер бекерден бекер ауызға тарап жатқан жоқ. Ел сақтансын, білсін, ұрынып қалмасын деп айтылады. Ал сендер барып өздерің кейлігімсіңдер. Ой, апа, қорқатын дәмі жоқ. Бұлар әшейін қорыққанға қос көрінеді деген кебі ғой. Өздерінің көлеңкелеріне қорқып жүрген адамдар ғой. Құрсын енді вообще ондай әңгіме айтпаймыз енді, апа. Шын мән. Өсегіміз айтып тыныш жүре берейікші. Соны айтсай, ешкімге зиян жоқ әңгіме айтып жүре берейікші. Иә.